Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода пайдалы печенье жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздермен мен Айгерім және қызым Малика. Құрамына ұн, овсянка, сүзбе, тұз, сары май, қант, қопсытқыш және 2 жұмыртқа қажет. Толық рецептісін видеоның астында описание бөлімінде жазып қалдырамын. Таза мискамызға 2 жұмыртқаны жарамыз. Үстіне қант, щепотка тұзымызды қосып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Жұмыртқаны қатты взбивать етудің қажеті жоқ. Осы жұмыртқаның үстіне овсянкамызды қосамыз. Және де сары майымызды ерітіп, үстіне құямыз. Енді ұнға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және де ұнымызды овсянканың үстіне қосып, лопатканың көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Енді айта кететін жайт, овсянкамыз қоспасыз болуы керек. Енді қалауларыңызға қарай арахис ұнтақтарын қосуға болады. Мен дәмі шығсын деп кішкене ғана қостым. Араластырып болғаннан кейін үстіне сүзбемізді қосып, қайтадан қолымызбен жақсылап араластырамыз. Енді қамыр қолға жабысады, сол себептен қолымызды сулап, осындай шариктер жасап шығамыз. Құрметті көрермендер, осындай қазақ тілді каналдың кеңінен дамуына кішкене болсын өз үлесіңізді қосып, осы видео ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде пікір жаза кетіңіз. Ал егер каналға тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Шанышқының көмегімен печеньелердің үстерін видеода көрсетіліп тұрғандай басып шығамыз. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге 15-20 минуттай пісіріп аламыз, дайын болғанша. Беті қызарғанда алып шығамыз. Мінекей осындай қызарып, кішкене пісіп шығады, өте дәмді, арасының барлығы толық піскен. Енді осындай мен сияқты қалауларыңызша үстіне шоколад қосып әсемдесеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын, келесі видео рецептерді жіберіп алмаңыздар.